телефон айта беріңіз. Мен Борашева Айман, Астанадан. Осы азаматтарымыз үшін келе жатырмын қолдауға. Асарымыз ашылып, азаматтарымыз семьясына қосылып, қуанышты күн болсын. Жұма күні болатын сабағымды айтам, е? Сенбі, жексенбі, ұрсысқан, ренжіскен, туған туысқандармен татуласу күні. Шақырыңыздар, жүректеріңізді босатыңыздар. Бұл асар, бұл біздің ортамыз тек қана мына сауаттылықты ашу мектебі ғана емес. Бұл емхана, мына жүректе жүрген көре алмаушылық, жүректе жүрген қызғаншақтық, тәкаппарлық, менменсу деген аурулар болады. Ешқандай медициналық аппарат көрсетпейтін. Соны осы жерде жүріп емдеуге болады. Өзіңіздің халқыңызды сүюге шақырамыз. Өзіңіздің туған туысқандарыңызбен ара қатынастарыңызды жалғауға шақырамыз. Сізді ренжіткен шығар. Ол келіп бәлкім кешірім сұрау керек шығар. Бірақ сіз барып сұраңыз. Сіз көрсетіңіз өзіңіздің білімділігіңізді, ақылдылығыңызды. Ештеңкеңіз кетпейді. Түкте емес ол мына дүниенің жанында. Біз қамшының сабындай қысқа ғана өмірді сүріп жатырмыз. Ертең кетеміз. Не үшін ренжісуіміз керекпіз бір-бірімізбен? Не үшін біз бір-бірімізді жек көруіміз керекпіз, көре алмауымыз керекпіз? Міне біздің асардың мақсаты осы. Әр қайсымыз келдік, әр қайсымыз өз еркімізбен келдік. Енді қараңыздар, заңды айтайын. Біз қаншалықты заңды жұмыс жасап жатырмыз. Асар баспана кооперативі бұл Қазақстанның азаматтық кодексінің 108 бабында көрсетілген заңмен тіркелген. Ол жерде не деп айтады? Азаматтардың өз еріктерімен бір-біріне жәрдем беріп, мына материалдық жағдайларын шешу үшін құрылған коммерциялық емес ұйым деп көрсетілген. Жаңағы агентствоның айтып атқандары ақшаны жинап алып, ешқандай олар сыртта жүр әлі. Ал кірген адамдардың ішінде желініп кеткен бір адам жоқ. Бір жазылған арыз жоқ. Керісінше біздің адамдарды, асаршыларды шақырып алып, кабинеттеріне 3-4 сағаттан ұстап, арыз жазыңдар деп мәжбүрлеу, ол халыққа, халықтың болашағына жасалынған қастандық деп білемін мен. Неге біз бір-бірімізге арыз жазуымыз керекпіз? Тексер, ізде, таба алмадың ба, енді неге басқа адамдардан жаңағындай шағыстырып арамызға ірткі салады? Міне бізді қинайтын нәрсе осы. Өз жерімізде тұрып, өз елімізде, өз қанымызбен қазақ деген, осы өз дәстүрімізбен өмір сүре алмасақ, өз қазағымыздың басын біріктіріп, рухын оятпасақ, қазақ екендерін осы дәстүр арқылы түсіндірмесек, осы жұмыспен айналыспасақ, мына ұлттың тәрбиесімен айналыспасақ, кім айналысады онымен? Біз жаңа Қазақстанды қалай құрамыз, егерде осы жерде жүрген қазақтарымыз өзінің үйінде тұра алмай жатса, қарызға батып қиналып жатса, ол қандай жаңа Қазақстан болады? Сондықтан біз көтерілгенге дейін, біз есімізді жинағанға дейін бізге әлі талай шабуылдар болады. Әр түрлі жақтан көре алмаушылар да бар. Біздің ауыз бірлігіміздің біріккенін қаламайтында бір топтар бар бәлкім. Ел есін жинап, еңсесін көтеріп, қарыздан құтылып, байлықта өмір сүрген бәлкім біреуге керек емес шығар. Біз өз мемлекетімізде тұрып қазір өзіміз пәтер жалдап кеттік. Өз мемлекетінде квартирант болып жүрген қай жерде көрдіңіздер, қандай ұлт, қандай халық бар? Баспанасы жоқ, 10 сотық жері жоқ азаматтар қаншама елімізде. Мен не жерімді қорғаймын дейді, 10 сотық жерім жоқ менің дейді. Бұл жерді қайтып қорғаймын мен, не үшін қорғаймын дейтін сондай адамдар пайда болып жатыр қазір. Міне, осындай мәселенің барлығын біз алдын алуымыз керекпіз. Өзіміз алдын алуымыз керекпіз. Мына жоғарғы буын, қазіргі отырған үлкендер, біз айтып, жастардың бойына сіңіруіміз керекпіз осы мәселені. Түсіндіруіміз керекпіз. Біз қазақ деген халықпыз, айналайын балам. Біздің осындай асар деген дәстүріміз бар. Бұл асар деген ең жақын адамдардың бір-біріне ешқандай міндетсіз, қарызсыз,
қол үшін беруі. Жалпы түсініктемесі осындай. Бұл оның барлығын білесіздер. Жақын адамдардың арасында, туысқандардың арасында, көрші-көлеңнің арасында ол жүре береді. Ал бірақ үлкен мемлекеттік масштабта оны жүргізу үшін математика керек, алгоритм керек. Ертең әртүрлі адамдар болады. Біз ортаға бүткіл ақшаны жинап алып, кімге береміз, кімнің жағдайы нашар, енді өлшек таразыға салып деп отырамыз ба? Ертең біреуге ақшаны берсең біреу шығады. Мына жерде жемқорлық жүріп жатыр, ақшаны жымқырып жатыр, немесе өзінің туысқандарына бөліп жатыр деген сияқты әртүрлі нәрселер болады. Ол керісінше біз халықтың басын біріктірмейміз, керісінше халықты бір-бірімен соғыстырамыз. Сол үшін математика керек, сол үшін алгоритм керек. Әркім қазір бізде, әркім өзінің орнын біледі. Қай кезде ақша алатынын біледі, қай сан келген кезде. Және оның ақшасы кімге бергеніне дейін біледі. Міне математиканың ақтығы осы, керектігі осы. Міне, сондықтан мына бізге жабылғандай шығарған шешімінсіз біз қылмыскер деп, біз жаңағыдай үкім беруге хақымыз жоқ дейді. Енді не үшін онда қаржы пирамидасы деп айтады? Алдымен сот үкімін шығарып, мынау қаржы пирамидасы деп айтса, онда айтуға болады. Ал енді ол дәрежеге жеткізбей тұрып, өздерінің сөздерін өздеріне қайшы қылып жатыр да. Міне, енді жалпы біздің мақсатымыз не? Алдыға қойған жоспарымыз қандай? Біз өзіміздің мемлекетімізде, өзіміздің жерімізде, Қазақстанымызда тұрып, өз дәстүрімізбен өмір сүре алмасақ, өз дәстүрімізбен бір-бірімізге жәрдем бере алмасақ, онда несіне біз қазақпыз деп айтамыз? Мен басқа мемлекетте жүріп, Ресейде, басқа шет мемлекетте жүріп, мен осы дүниені жасасақ, біз қазақпыз деп. Олар бәлкім түсінбеуі мүмкін. Асар деген не нәрсе ол? Ал бұл біздің қанымызға сіңген, ата-бабамыздан келе жатқан дәстүріміз. Біз басқа асаршыларды, жаңағыдай әртүрлі қазір жобалар бар, асармен айналысып жатқан, Біз олардың істеп жатқан нәрселеріне кірмейміз. Бірақ біз негізі өзіміздің алдыға қойған мақсатымыз бар. Бұл ұлт тәрбиесімен айналысатын үлкен мектеп деп мен айтып жүрмін тікелей эфирде, Өйткені біз қазір дәстүрімізді алып кететін болсақ ол дүниеге, біздің келешек ұрпағымыз не болады? Қазіргі уақытта жастарымыз шетел асып кетіп жатыр. Өздеріңіз куәсіздер, Кореядан маған қаншама видеолар жіберді. Қазақтың жап-жас өрімдей ұл қыздары. Біз қайтпаймыз Қазақстанға, біз осы Кореяда қаламыз деп жатыр. Жүрегің жылай ма? Бұл сонда Қазақстан пенсионерлердің мемлекеті болып қалады ма? Жастардың барлық кетіп, бұл жерді кім қорғайды? Бұл елде кім өмір сүреді ертең? Неге біз осы мына қаржылық сауаттылықты, неге біз осы заң сауаттылығын әрқайсымыз үйренбейміз, неге білмейміз? Өз қаржымызды өзіміз басқара алмаймыз. Қазір